Сәлем достар, біз бүгін осындай макарон жасайтын боламыз қуырылған. Міне осы ингредиенттер керек болады. Қосымша тефаль және тұз керек болады. Осылай майды құйып, жақсылап қыздырып қоямыз. Сковородкаға жақсылап қызу керек. Одан соң ол қызғаннан кейін тефальдағы суды қолданып, арасында осы құйып отыру арқылы жасайтын боламыз. Міне бізде 3 картошка, дәмдеуіш соларды қосып. Ең алдымен осылай қуырып аламыз, пиязды турап тұрып, одан соң үстіне картошканы турап саламыз, оны да қуырып аламыз жақсылап. Одан соң оған кішкене су құйсаңыздар да болады, өйткені ол қызарып, немесе асты жабысып қалмау керек. Ал одан кейін барып тағы біз сол макарон, яғни рожкимізді салып, үстіне жетерліктей немесе сәл 1-2 сантиметр үлкен болатын су құйып жіберсеңіздер дұрыс болады. Сонда ол қайнап, бір жағынан жақсы дәмге енетін болады. Томат қосып жіберсеңіздер негізінен дұрыс болатын еді. Менде дәл қазіргі сәтте томат болмағандықтан мен томатсыз істеуді ұйғардым. Одан кейін менде міне холодец сияқты қойдың еті. Міне осы қойдың етінен алып, қасықтап, алып, салып қосуға болады. Өте дәмді болып шығады. Өзіңіздеріңіз қуырып тастасаңыздар болады. Міне, одан соң біз тұз саламыз. Тұзды жақсылап өздеріңіз дәміне қарай салсаңыздар болады. Өте жақсылап тұрып қосып, тұзды одан кейін жақсылап араластырып алғандарыңыз да дұрыс болады. Және сонымен қатар біз осыны араластырып, одан кейін біз роллтонды, одан соң шашлычный приправа бар менде. Міне осы өзімізде бар ұнайтын приправаларды, яғни дәмдеуіштерді салып, оны да араластырып, жақсылап 5-10 минутқа жақсы піскенше, барлық ингредиенттері, макарон, картошка бәрі піскенше күтетін боламыз. Сонда бізде дайын болып шығатын болады, достар. 5-10 минутқа негізінен қақпағын жауып, жақсылап қойып қойған дұрыс. Дегенмен де қатты қыздырып, астын жабыстырып алып жүрмеңіздер. Міне, мен мына етті де қосып жіберген болатынмын. Қосып жіберемін. Және де осы қосып жібергеннен кейін бізде нормально өте дәмді